Баршаңызға сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тілінде жиі жіберілетін қателіктермен танысатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Арнамнан ағылшын тілін үйренуге байланысты пайдалы ақпараттарды таба аласыз. Жиі жіберілетін қателіктердің бірі how many тіркесіне байланысты. Бұл тіркес қанша деген мағынаны білдіреді. Ал енді қанша кітабың бар деп сұрақ қойып көрейік. How many books you have? Бұл сөйлем дұрыс деп ойлайсыз ба? Жауабы қате. Дұрыс нұсқасы how many books do you have? Көпшілігі how many тіркесін қолданып сұрақ қойған кезде көмекші етістікті ұмытып кетеді. Ал бұл сөйлемдегі көмекші етістік do етістігі. Ал енді Парижге қанша рет бардың деп айту үшін біз ағылшын тілінде былай деп айтамыз. How many times have you visited Paris? Бұл жердегі көмекші етістік have етістігі. Аптасына қанша сағат жұмыс істейсің сөйлемін ағылшын тілінде былай деп айтамыз. How many hours do you work each week? Бұл жердегі көмекші етістік do етістігі. Келесі сөйлем кешке қанша адам келеді? Ағылшын тілінде былай деп айтамыз. How many people are coming to the party? Бұл жердегі көмекші етістік are көмекші етістігі. Келесі сөйлем қанша тілде сөйлей аласың? Ағылшын тілінде былай болады. How many languages can you speak? Бұл жердегі көмекші модальды етістік can. Келесі жиі жіберілетін қателік герундиге байланысты. Кейбір жағдайларда фразалық етістіктер to сөзіне аяқталғанына қарамастан, одан соң герунди қолданылады. Қазір осындай бірнеше фразалық етістіктерді ұсынамын. Бірінші фразалық етістік be dedicated to. Құштар болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, he is dedicated to helping others. Ол басқаларға көмектесуге құштар. Бұл сөйлемдегі to сөзі dedicated сөзіне байланысты. Ал бұл фразалық етістіктен соң герунди қолданылып тұр. Келесі фразалық етістік look forward to. Асыға күту деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I look forward to seeing you. Мен сені көруді асыға күтемін. Келесі фразалық етістік be used to. Үйреніп кету деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I'm used to working late hours. Мен кеш жұмыс істеуге үйренгенмін. Келесі фразалық етістік be opposed to. Қарсы болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, she's opposed to changing the rules. Ол ережені өзгертуге қарсы. Келесі жиі жіберілетін қателік no сөзіне байланысты. No сөзін қолданған кезде сөйлемді болымсыз формаға өзгертудің қажеті жоқ. Мысалы, мен ешкімді кездестірмедім деп ағылшын тілінде айтып көрейік. I didn't meet nobody. Бұл сөйлемді дұрыс деп ойлайсыз ба? Жауабы қате. Дұрыс нұсқасы I didn't meet anybody. Немесе I met nobody болуы керек. Яғни, егер сөйлемде no сөзі болатын болса, сөйлемді болымсыз формаға өзгертудің қажеті жоқ. Ал егер керісінше сөйлемді болымсыз формада айтатын болсақ, сөйлемде no сөзін қолданудың қажеті жоқ. Міне достар, осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал егер түсінбеген ақпараттарыңыз болса, пікірге жазып сұрасаңыздар болады. Ал қазірше сау болыңыздар.